Сәлем, каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздерге баклажаннан оңай әрі тез дайындалатын жеңіл тағам түрін дайындап көреміз. Егер сіздерге видеом пайдалы болса, каналыма лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Барлық керек ингредиенттерді описанияда жазып қалдырдым. Ең алдымен баклажанымызды тазалап жуып алып, оның керек емес жерлерін алып тастаймыз. Одан кейін 4-5 см қалыңдықта турап шығамыз. Бұл тағамды дастарханға ыстықтай ұсынсаңыздар немесе тіске басар ретінде қойсаңыздар да болады. Барлығын турап алғаннан кейін осылай тұздап шығамыз. Одан кейін дәл осылай қара бұрышыпты сеуіп шығамыз. Вилканың көмегімен жұмыртқамызды біркелкі қылып араластырамыз. Одан кейін табамызға майды құйып, қыздырып аламыз. Барлығын баяу отта пісіру керек. Енді баклажанымызды алып, бірінші ұнға ұнатамыз. Одан кейін жұмыртқамызға ұнатып аламыз. Ары қарай баяу отта қуырып аламыз. Бір беті қызарғаннан кейін, оның екінші бетін аударып, екі жағында қызыл қылып, әдемі қылып пісіріп аламыз. Баклажан жақсы көретіндердің қатарынан емеспін, бірақ осылай дайындағаннан кейін маған баклажан өте қатты ұнап қалды. Хрустящий, өте дәмді болып шығады. Салфеткалар майын тартып алады. Енді соус дайындау үшін майонезге чеснокты қосып және зелень салып, барлығын біркелкі қылып араластырамыз. Бұл чеснокты соус өте дәмді, баклажанға жақсы үйлеседі. Міндетті түрде осы соуспен істесеңіздер, өте дәмді болып шығады. Жақындарыңызды осындай дәмді тағамдар жасап қуанта беріңіздер. Менің каналымда басқа да түрлі дәмді тағамдардың рецептісі бар. Каналыма кіріп, баға беріп қоюды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға сәтті күн болсын.